Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, студенттер? Мен өзімді таныстырып кететін болсам, мен Ақтөбе гуманитарлық колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Сәрсенбаева Сағыныш Калидуллаевна. Мен бүгін сіздерге ұсынғалы отырған тақырыбым БК-105 тобындағы AVS Video Editor бағдарламасындағы бейнемен жұмыс жасау жолдары. Мақсатым AVS Video Editor бағдарламасында бейнемен жұмыс жасау жолдарын түсіндіру, үйрету, қадамдарын көрсету. AVS Video Editor программасы бейне клиптерді түрлендіруге арналған ыңғайлы редактордың бірі болып табылады. Кең ауқымды әсерлер мен өтулер кітапханасының бар болуы программаның басты артықшылығы. Программаның медиа кітапханасында көптеген файлдар жиынтығы бар. Түрлендірілетін клиптер, яғни клиптерге бейне, сурет, немесе дыбыс фильтрлерін қосуымызға болады. Бейне клиптерге дыбыс қосқанда дайын аудиоларды қолдануға, жаңа жазбаларды жазуға, немесе оларды кітапханадан жүктеп алуымызға болады. Енді қалай жұмыс жасауға болатынын енді көрсетіп бастаймын. Ең бірінші AVS Video Editor бағдарламасын жүктеп алғаннан кейін бізге мынадай AVS Video Editor деген программа жүктелінеді. Оны іске қосамыз. Іске қосқаннан кейін бізге мынадай сұхбат терезесі шығады. Ең бірінші AVS Video Editor 9 версия деген тақырып жолы орналасқан. Екіншісі файл, правка, вид, справка, яғни меню жолы орналасқан. Үшінші мына аймақ, толық алып жатқан аймақ тереземіз, бұл файлдар, әуендер, видеороликтер сақталған аймақ болып табылады. Өзіміздің сақтап қойған аймағымыз, сақтап қойған жаңағы видеороликтеріміз орналасады. Келесісі проекты, библиотека, переходы, эффект деген жол, бұл стандартты саймандар тақтасының жолы болып табылады. Енді видеоролигімізді бастаймыз. Бірінші библиотекаға барып, яғни біздер мынандай өзіміздің мана айтып өтіп кеткендей видеомызды қоямыз. Бірінші жолға оны қысқартамыз. Келесі видеоролик. Яғни келесі видеороликтің қасына мысалы мынадай фото қойымызға болады. Келесі мына видеороликті қойымызға болады. Біздер мына просмотрдан қарап отыруымызға болады жасап отқан видеоролигімізді. Мысалы мына видеороликтің дауысын алып тастадым. Қазір басқа дауыс қойымызға болады. Сол видеороликті мына жерге қоямыз. Келесі видеоролигіміз, мысалы мынаны мына жерге қойып қысқартуымызға болады. И мына суретті қойайық мына жерге. Шамалы ұзартуымызға болады. Келесі екіншісі эффекті. Яғни эффекті жолына барып, мынандай видео эффекті деген анықтамасы шығады. Мында түрлерін таңдаймыз. Мысалы, таймер деген түрін таңдап, мына эффектінің жолына қоямыз. Қысқартып қоямыз. Келесі, мысалы, мына түрін таңдап, екінші жолына қасына қоямыз. Екінші видеороликтің астына. Келесі, мысалы, рисование деген бір түрін алып, мына үшінші видеороликке қоямыз. Сонда бізде мынадай эффектілер қойылды. Келесі переходы. Переходыға қойған кезде мына жерде раскадровка деген жол бар. Соны басқан кезде бізде арасында переходыларын қоямыз. Мынадай түрлері бар переходыдың. Мысалы, фильм түрін таңдап, мына түрін мына переходқа қоямыз бірінші видеороликке. Екіншісі айналып тұратын, мысалы, мына видеороликке қоямыз. Келесісі мына видеороликке қоямыз. И соңғысына мына видеороликке қояйық. Қайтып орнымызға қайтып келеміз. Одан кейін, яғни біздер текст жолын таңдаймыз. Текстті қоямыз. Текст жолына мынадай тексттер шығады. Мысалы, мына текст жолына апарып қоямыз бірінші видеороликтің астына. Екіншісі,
Мына текст жолын мына жерге екінші видеороликтің астына қоямыз. Әр видеороликте өзіміз текст қоюымызға болады. Келесі, мысалы, мына түрін таңдауымызға болады. Мына текстті мына жерге қоюымызға болады. Қысқартамыз. Сол кезде бізде тексттер қойылады. Енді біздер бұл текстті өзгертеміз. Үстінен 2 рет басқан кезде біздерге мынадай терезе шығады. Сол терезенің үстінен текстімізді өзгертеміз. Курсорымызды апарып, өшіріп, мысалы, бейнемен жұмыс деп жазайық. Оны шрифін өзгертіп, көтеруімізге болады. Окей батырмасын басамыз. Келесі, екінші роликтің астындағы мына тексттің үстіне 2 рет басып, яғни оны де өзгертеміз. Мысалы, табиғат деп қойып, өзгертейік. Келесі, мына үшінші видеороликтің астындағы текстті өзгертеміз. Сол кезде бұны де текстін өзгертеміз. Өшіреміз бұларды, керек еместерін. Өзімізге ыңғайлы керектін жазамыз. Мысалы, осылай жазып қойып, окей батырмасын басамыз, өзгерді. Мына просмотрдан қарауымызға болады өзгергенін. Келесі, енді біздер әуен қоямыз. Әуенімізді мына видеороликтің астына қоямыз. Бүйтіп қысқартамыз. Өйткені қазір қасына дыбыс жазамыз. Келесі, енді дыбысқа баратын болсақ, біздер дыбыс жазып, әуен тыңдап отырып, сосын дыбысты жазуымызға болады. Мысалы, мен дыбыс қазір сөйлеймін. Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз бейнемен жұмыс. Осылай сөйлеп отырып, келесі әуенімізді жалғастырып кетеміз. Бұл дыбыс мына жерге сақталды. Екінші қасына жалғастыра қоямыз. Енді қараймыз видеоролигімізді. Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз бейнемен жұмыс. Осылай сөйлеп отырып, келесі әуенімізді жалғастырып кетеміз. Осыдан кейін, яғни біздер әуенімізді қайтадан жалғастыруымызға болады. Дыбысты жауып, яғни әуенімізді қоямыз. Бұны қысқартамыз, кесіп тастаймыз. Бұлай қойымызға болады. Енді қарауымызға болады.
Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз бейнемен жұмыс. Осылай сөйлеп отырып, келесі әуенімізді жалғастырып кетеміз. Яғни осымен видеороликті аяқтаймыз, сақтау жолын көрсетемін. Мына батырма сақтау батырмасы. Яғни видеороликті қалай сақтайтынымыз. Басамыз. Сақтағаннан кейін, мына программа өзі 30 минут сақтайды. Мен өзімнің жасаған видеоролигімнің сақтаған түрін көрсетемін. Содан кейін сақтауға жібереміз. Өйткені бұл сақталмастан бұрын ұзақ уақыт алады, сондықтан да мен өзімнің жаңағы жасаған видеоролигімді көрсетейін. Мына видеороликтің сақталған кезде форматы, түрі, яғни AVS редакторында осылай видеомен сақталынады. Манағы жасаған видеоролигіміздің көрсетілімі. Сабақтың ортасында осылай запись батырмасын басып, дауысын шығаруымызға болады. Содан кейін қайтадан ән әуенге көшіп, және қайтадан дауыс шығартып, тоқтатып қойып, солай мүмкіндіктері бар. Қайтып оралатын болсақ, яғни сақтайтын кезде, мына сақтау создать батырмасын басамыз. Бізге мынандай сұхбат терезесі шығады. Сұхбат терезесі шығады, яғни файлға, немесе дискіге, немесе YouTube'ға, телефонға сақтауымызға болады. Файл, немесе диск, мысалы телефонға, немесе YouTube'ға. Далі батырмасын басамыз. Мына біз видеомызды мына не түр бойынша сақтаймыз, MP4 немесе MVF-қа сақтаймыз. Далі батырмасын басамыз. Біздерге мына же тақырыбын жазамыз. Дать сигнал деп, яғни сақтағаннан кейін бізге бір сигнал береді. Содан кейін барып создать дейміз. Яғни сақтаймыз. Сонда мында мына терезеде қалай сақталып жатқаны көрсетіліп, дыбыс сигнал береді. Міне жүріп жатыр. Сақталып жатыр. Осымен сабағымыз аяқталды. Зейін тыңдап көргендеріңізге рахмет.